қаламызда бүгін 24-ші аула клубын ашып отырмыз. Жоспар бойынша жылдың аяғына дейін тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлау аясында 30 аула клубын ашатын боламыз. Осы аула клубтың басты ерекшеліктерін айтатын болсақ, мұнда біз ДЦП-мен ауыратын балаларға жаттығу жасау мүмкіндіктері бар. Аула клубтардың басты мақсаттарының бірі жағдайлары нашар, осал, сонда азаматтардың балалары осы арада ақысыз түрде жаттығу жасату. Осы орайда ауданымыздан, қаламыздан орындардың бәрін қарап, зерделеп, қай жерде аула клубы керек, сол арадан жұмыстар жүргізіп аула клубтарын ашатын боламыз.